Мен тұратын аймақ аудан, бұл аудан Киркстал Хилл деп аталады. Өзі таулы жерде орналасқандықтан, мына үйдің қасынан өткен сайын осы ағылшынның патриотизміне таң қаламын. Әрдайым ту желбіреп тұр. Қазір чемпионат басталғанына байланысты көк туын желбіретіп қойған. Сіздерге көріне ме, көрінбей ме? Алдыда тұман болып тұр. Таудың арғы бетінде үйлер, мына жақтың барлықтарында бос жерлер жоқ. Бос жерлер болатын болса, ол жерлерге үй салынады. Болмаса, ол жерлерге үй салынбаса, бос алаңқалар болса, онда парк болады. Төменгі бетте Эр деген өзен ағып жатыр. Мен байқауымша, ағылшындарда барлық үлкен қалалар үлкен өзендердің немесе бір тоғандардың қасында орналастырылған. Нағыз классикалық үлгідегі ағылшын үйлері. Екі қабатты, бірақ іші үлкен болған, сырт үлкен болып көрінгенмен де, іші бұлардың тар, бөлмелері өте кішкентай. Бір бөлменің квадраты 10 квадрат болуы мүмкін. 10 квадрат, 5 квадрат. Және де әрбір жилой комплекстің атымен аталған тұрғын үй кешені. Мысал үшін, мына үйдің аты Highland Lodge. Біз тұратын көше осындай, Арги Авеню деп аталады. Барлығы қаз-қатар тізіліп қойған, бір-біріне ұқсай беретін үйлер. Маған менде қызықты не, құрылыспен біраз жыл араласқаннан кейін бұл осындай кішкене шарбақтар қалай үйді әсерлеу керек, қалай үйге әдемі қылып көрсете білу керек. Осында ойын алаңы бар. Мына жерде балалардың кішкене футбол алаңы, бір-екі качеля. Және де темірден жасалған осындай сырғанайтын горкасы мен алаңы бар. Таза. Біріншіден, екіншіден қауіпсіз. Үшіншіден табиғаттың аясында мына жерге отырып артына шығып тамақташу болады. Қайың, терек. Мына ағаштың атын білмейді екенмін. Бұталы бір өсімдіктер өседі. Қарғаның дауысы шығып тұрады. Есіктің алдында тиіндер ойнап жүреді. Мына сияқты мынандай отырғызылған бір ағаштар. Бұл да бір жеміс ағаштары. Біздіңше бір долана, солардың дәміне келеді. Мына сияқты қарағай ағаш өсіп тұр. Үйдің аумағы шамалы үлкен, өзінің қоршалған мынандай шарбаға немесі бар, территориясы бар. Қалған барлығын қазір сіздерге ішінен көрсетемін. Мына тұрған екі қабатты терезе, бұл менің үйім. Мына бір үйді біз бір жылға контракт бойынша арендаға жалға алып отырмыз. Балалы үй базар болғаннан кейін енді әр нәрсе шашылып жатады. Бұл біздің зал, балаларды ойнататын жеріміз осы. Екі диван, екеуінің барлық осындағы алынатын мебельдің барлығы Next деген компанияда. Next егер бізде киім ғана болатын болса, ал Англияда Next және дегі Marks and Spencer деген бұлар үйге керекті заттың барлығы, адамға керек заттың барлығын табуға болады. Англиядағы үйлердің іші осындай.
жалпы көрінісі мынандай екінші қабатқа өтілетін баспалдақ осы жерде. Және де сіздерге көрсететін дүние бұл мына жерде центр управления полетом дейді. Мынау қазіргі таргет температура деген негізгі біз қойған 18 градус температура, бірақ қазір көрсетіп тұрған бөлменің ішіндегі 16 градус цельсиясымен. Бұрын бұндай температурада біз үйде отыра алмайтын едік. Кем дегенде 24-25 градуспен. Қазір енді бұндай ауа райына да үйреніп қалдық. Одан ыстық болатын болса, жүрек құсып, ыңғайсыз болады екен. Мына жерде сіздерге көрсетпедім. Әртүрлі заттар қоятын осындай бір немелер болады. Біраз мына біздің үйдің бірінші бөлмесі, екінші этаждағы бұл спальня дейді, бірақ спальня деген кезде осындай ескі шкафта тұрады. Шкафтардың бір ерекшелігі мына сияқты. Сіздерге көріне ме, көрінбейді ме? Арасында ауа өтетіндей қылып жасаған. Біз мына шкафтардың есіктерін ашып қоямыз. Арендада тұрғаннан кейін енді кім жақсысын береді дейді. Жердің барлығында ковролан біз үшін онша жақсы емес, себебі алып шығып қағып алатындай вариант емес. Мына сияқты біздің өзінің кішігірім балконымыз бар. Егер сұрайтын болсаңыздар, неге осындай сеткамен қоршалған дейтін болса, астында балалар ойнайды ғой. Балалар ойнаған кезде сол тепкен доптары мына жерге жиып түсіп кете береді. Сол себептен де осылай немен қойып қойған, сеткамен, тормен қойып қойған. Мына жерде келесі көршілеріміз бар. Бұлар өздері Қытайдан келген екі жұп. Көріп тұрсыздар ма? Мына сияқты су барлық жерден пластикке ауыстырған екен, ағаштармен жасалған, бірақ мына барлығы ылғалдан көгеріп кете береді, өте жиі көгереді. Сіздер білетін бір жайт болсын, Англияда осындай батареялар, осы батареялардан киімдеріңіз түспейтін болады, себебі шкафта жатқан киімдеріңіз ылғал тартып суланып кетеді. Мына келесі бір үлкенірек бөлме, бұнда біз балалармен бәріміз осында жатамыз. Төсегіміз үлкен. Төсекті мен үшін бір лайфхак болды. Қалай арзан және тегін кейбір үйде жатқан материалдармен осындай төсек жинауға болады екен. Негізгі опорасын осындай ағаштан бересіздер де, степлермен қаптап, осындай материалмен ұрасаласыздар. Біздегі сияқты қарағайдан ойылып тұрып жасайтындай төсектер емес. Айтқанымда міне балалардың киімдері бізде осылай тұрады. Бір қауіпті лестница, сол себептен де мына жерге бұландай кішкентай біз баламыз бар. Сол еңбектеп кетіп қалмас үшін жасап қойған айла тәсіліміз. Шамды осылай қоямыз, қосамыз. Ағылшындардың үйлеріндегі бір прикол, ол мынандай дүние. Мына жақтан ыстық су ағады, мына жақтан суық су ағады. Егер саған су жинау керек болатын болса, мына тығын жабасында екі жақтан қоясын, үсті ағызасын. Раковинадағы суларымыз мынау асты бөлек ағады, ал мына жерден душтың лейкасы мына жерден бұралып жасалады. Алматыда студенттік шақта тұрған біздің бір үйіміз бар еді, сол есіме түсіп кетеді. Осындай бізде шкафтар болады ғой, бұндай ашылып жабылып тұратындай. Бірақ мұның ішінде дым болып тұрады. Не үшін жасалған? Amma болса біздің туалет, таныстырып керек емес. Барлықтарыңызда бар. Мынау үшінші бөлме, үшінші спальня. Комнаталардың аумағы шап-шағын, үлкендігі 8 квадрат болар. 8-10 квадрат максимум. Терезенің барлығы буанып кеткен. Терезе өсіп терлеп тұрады. Мына бөлмеде бізде мынандай шкафымыз бар. Киімдерін тігіп қойғанға жақсы. Біздің жалға отырған пәтеріміздің құны бір айға 860 фунт.
ал біздің теңгемен санаған кезде 450-480 мың теңге. Онан басқа коммуналкаға бөлек төлейміз. Интернет, суық су тегін, сол сумаға кіреді. Ал электроэнергия және де газды қолдануы бұл өзіміздің қалай қолданамыз, қаншама шығынданамыз, сонымызға байланысты. Біз қыркүйек айында қолданған бір айымыздың шоты келді, сол 88 фунт болды. Мына жерде біздің ас бөлмеміз. Ас бөлмеде мынандай үлкен терезе бар. Алдында айтқандай, мына жерде барлығы кірпіш емес, ағаштан жасалған. Шкаф, барлығы біз келген кезде осылай тұрды. Бізге өте жақсы бір пәтерлердің бірі түсті. Үйлердің бірі, себебі көбінесе мына жақта үйлерді тапсырған кезде студенттер деп, немесе басқа жақтан келген кемсектер деп адамдарды төмендете ме, әлде адамдарға сөйтіп ойлайды ма екен. Тек қана бір қу тақыр квартиралардың өздерін ғана тапсырып жатады. Ал бізге барлық мебель ішінде болды. Мына сияқты ішінде Джеймс деген немеміз бар. Пылесос шаң салғышымыз. Мынау газ. Мына жерде осындай міндетті дүниелер болады. Өрт шығып жататын болса, мынандай жабынды, мына сияқты огнетушитель, газовый пеш. Қараңыздар, не қызық, міндетті түрде әрбір осындай розетка включательдің жанында мына сияқты бір кнопкалар тұрады. Мына кнопка өшіп тұратын болса, мынау қазір қосылып тұр. Телефондарым зарядкада тұр. Мынаны өшіп тастайтын болсаңыздар, телефонға зарядка бармайды. Мен ұққанымша, бұлар қосылып тұратын болса, соның өзінде тоқ жей береді, тоқ келе береді. Осындай білмейміз. Холодильник. Холодильникте мына жерде мына QR код бойынша нұсқаулық көрсетілген. Мына үйде не бар, қандай службалар бар, қандай қызметтер бар, полиция болса да барлығына осыны немеге басып көруге болады. Және де мына жерде немен бар. Қараңыздар. Электросчетчикті бізде қазір көрсетіп тұрған киловатт 5,8, қазір өңінде 3,20 фунт болды. Үйге кіре берісте мына сияқты бізде немеміз бар. Осындай счетчик, бұл да бір счетчик. Бұл не жайына не көрсететін счетчик дейсіздер ме? Бұл газдың шығынын көрсетеді. Cost now, using now, credit 7,96 фунт. Ал бүгінгі кеше, бүгінгі жаққан ақшамыз.